Ренат Рифатұлы. Рахмет, құрметті Альберт Павлович. Менен көп уақытын алмай қойын әріптестерімнің. Жалпы бүгінгі министрліктің жұмысы мына ұсынған презентацияларындағы суреттерден ақ көрініп тұр. Құрметті министр мырза, сіздің министрлік өнеркәсіп министрі дейді. Өнер деген творчество деген сөз емес, өндіріс деген сөз, производство. Сіздің көрсетіп отырған 9 көлік маркасының ең болмаса 10% бізде құрастырылмайды. Андағы өтірікті басқа жерге барып айтыңыздар. Кияда, Жакта бәрі келеді, 2 ампер мұрай салады, бізде шығарып жатыр деп өтірік айтады. Сосын менің қойған сұрағымды кеңінен Нұртай Салихұлы қойып өтті, сондықтан маған жазбаша жауап берулеріңізді сұраймын. Енді негізгі сұрағыма көшейін. Бізде Шығыс Қазақстан облысында Марқакөл ауданында Маралды деген ауыл бар. Сол ауылдың айналасында у-шу болған 1 жылдан астам уақыт болды. Завод бар. Салынады, салынбайтыны белгісіз. Экология министрлігі былтыр менің сауалыма берген жауабында о жерден аяқ астынан бұлақ табылды, бұрын жоқ еді, қайта қарастырып жатырмыз деген әдеттегідей жауабын берді. Өтірік жоспарлаған. Әлі халық о жерде келісе алмай жатыр. Әлі халық күнде наразылық, күнде ауылын қорғап жатыр. Аналар техникасымен келіп қазамыз дейді. Халық айтады, рұқсатың жоқ, қазбайсыңдар дейді. Өтірік жиналыстар өтеді, әбден жүйкесін тоздырып бітті. Ол халықтың қасында бізде тұрмыз, мына кабинетте отырмыз дегенмен. Осы ретте салалық министрліктерге, бүкіл өндіріс министрі, өнеркәсіп министрлігіне, экология министрлігі, тағы да құрылыс министрлігі, жаңағы сауда министрлігі, қайсыңыз рұқсат беріп отырған осыған? Беріңіздерші жауабын. Жоқ болса жоқ деп айтыңыздар, ертең Маралдыға барайық та аналарды біз қуып шығайық шамаларыңыз келмесе. Қайсыңыз рұқсат беріп отырған? Цианитпен бір ауылды улағалы отырған қай министрлік? Ал айтыңыздаршы осы жерде.